тақтада не көріп тұрсыздар? 4 суреттің мағынасын ашатындай бір сөз айту керекпіз. Тірі табиғат, өлі табиғат. Жануарлар, қауіп-қатерлер, табиғат апаттары, Өсімдіктер, маса, ара, табиғат. Ал бала дұрыс айтасыздар. Бір сөзбен біз не деп атауға болады? Табиғат. Табиғат дегеніміз ол не? Табиғат біздің қоршап отырған ауа, су, өсімдіктер, жануарлар, ағаштар, өзен. Табиғаттың адам өміріне әсері бар ма? Иә. Олар қандай? Жер сілкіні, су тасқыны, найзағайдың жерге түсуі, Тамаша, жарайсыңдар. Тағы қатты жел, су апаты, нөсер, қатты боран. Тамаша, жарайсыздар. Табиғи апаттардың алдын алу туралы не айта аласыңдар? Сол апаттардың алдын алу үшін не істейміз? қорғануымыз керекпіз. Найзағайдың түсуіне біз боран, бұршақ болғанда үйден шықпауымыз керекпіз. Және де жер сілкінісі болған кезде адам борышқа тығылу керек. Өйткені дуалдар өте қатты болады. Тамаша, жарайсыздар. Ендеше бүгінгі сабақта біз не үйренеді екенбіз? Тамаша, жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім туралы оқып үйренеміз. Жарайсыздар. Ал олай болса балалар, алдарыңыздағы тұрған заттардан жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер, иә, табиғатты екіге бөлеміз деп. Сіздер өлі табиғатты құрастыру керексіздер, ал сіздер тірі табиғатты құрастыру керексіздер. Қане ортаға құрастырайық.
айтасыңдар, жарайсыңдар. Өсімдіктер, адамдар, жануарлар жатады екен. Жарайсыздар. Қане қошемет көрсетіңіздер. Сіздер қандай табиғат құрастырдыңыздар? Өлі. Дұрыс айтасыңдар. Өлі табиғатқа неге жатады екен? Көлдер, тастар, таулар, тастар, дұрыс айтасыңдар. Керемет. Қане бір қошемет көрсетіңіздер. Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз сіздер жанды табиғаттағы қауіпсіздік ережелерін құрастырасыздар. Қане, бастадық. Ал балалар, сіздер екінші топ жансыз табиғаттағы қауіпсіздік ережелерін құрастырамыз. Келіп, топ басшысымен бірге жұмыстарыңызды қорғай қойыңыздар. Улы жануарлардан сақтану керек. Улы жәндіктерден сақтану, мысалы, шаян жыландардан. Саяхатқа шыққанда өртті сөндіру. Улы өсімдіктерден абай болу. Мусорды лақтыру болмайды. Тамаша, жарайсыңдар, ал отыра қойыңдар. Енді келесі топ келеді, қане. Өлі табиғатты. Екінші топ келеміз ортаға. Өрттен сақтану керек. Су тасқыны болдырмау. Табиғатты ластамау керек. Табиғат судың ластамау керек. Боран қатты нөсер болғанда далаға шығуға болмайды. Отты жағып тастап кетуге болмайды. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ал енді орнымызға отырып алайық. Жаңа біз топтық жұмыс жасадық. Енді бір-бірімізді бағалаймыз. Сіздер қазір өлі табиғаттың жұмысын толық түсінген болсаңыздар, жасыл, бағдаршамның жасыл көзін көтересіздер. Егер де түсінбеген болсаңыздар, қызыл көзін көтересіздер. Ал сұрақтарыңыз болса, ол топқа қояр, сарыны көтересіздер. Ал олай болса бағалайық. Жақсы, керемет. Ал енді сіздер тірі табиғаттың жұмысын балалар, сіздер бағалайсыздар, екінші топ. Сіздер қалай білесіздер? Тамаша, жарайсыздар, сұрақтарыңыз болмаса, толық түсінген болсаңыздар, онда бір өзімізге қошемет көрсетіп қояйық балалар. Табиғи ортада бізге қауіп төнген жағдайда біз кімдерге хабарласамыз? Бір-бірімізді жоғалту үшін 102-ге звондаймыз. Бір жерімізді жарақаттап алсақ, 103-ге хабарлаймыз. Егер де өрт шығып жатса, 101-ге хабарлаймыз. Адам суға батып жатса, 112-ге звондаймыз. Жақсы. Ал енді осылардан басқа біз оларға қауіп төнген жағдайда балалар біз не көрсете аламыз? Алғашқы көмек көрсете алады екенбіз. Егер де біздің қолымызды шыны кесіп кетсе, онда не істейміз? Оны біз спиртпен тазалаймыз да йод жағамыз. Спиртпен тазалап, йод жағып, не істеп қою керек екенбіз? Бинтпен байлап қою керек екенбіз. Ал егер де бізге дәрігер көмекке келе алмайтын жағдайда не
баланың қолын таңып, қатты қысып байлау керек. Жарайсыңдар, керемет. Қане өзіңізге қошемет. Есіңге сақта айдарына назар аударайық. Егер қауіпсіздік ережесін сақтасаң, сенің өміріңе еш қауіп төнбейді екен. Бүгін сабаққа өте керемет қатыстыңыздар. Барлықтарыңызда жұмыс істедіңіздер. Сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандар үшін сіздерге мынандай бір смайликтен беремін. Тамаша, керемет, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты толық түсінген болса, барлығымыз қолымызды қане осылай көрсетеміз. Егер де әлі де толық түсінбеген болсаңыздар, орташа көрсетеміз. Мүлдем түсінбеген болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, келесі сабақта талқылауға уәде беремін. Онда мүлдем түсінбедік болса, осылай көрсетеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар. Сау